Жуырда ғана бірге жанымыз әніне бейнебаян түсіріп, оны жарыққа шығарған Мөлдір Әуелбекова жаңа әндер жазуда. Қызу жұмысқа кірісуінің де өзіндік себебі бар. Жақын арада үнтаспа шығарсам деген жоспар, ол жоспар іске асып жатыр. Мамыр айында тұсаукесер жасаймын деген ой бар. Қазір таңдап жатырмын. Алматыда, болмаса өзім Астана тұрғынымын, қазір мүмкін Астана қаласында жасаймын. Сахнада жүргеніне 12 жыл толған Мөлдірдің жаңа үнтаспасына 12 ән енетін болады. Ал ондағы әндердің біріне бейнебаян түсіретін ойы да жоқ емес. Үнтаспаның ішінде кіретін жаңа бір әнді таңдадым. Ол ән жазылып қойды, жақын арада жарыққа шығатын болады. Сол әнге бейнебаян түсіру жоспарлануда, қазір режиссер таңдаудамын. Алғашқы үнтаспасын дайындап жатқан Мөлдір осы уақытқа дейін жеке концерт өткізбеді. Бірақ оны алдағы уақытта қолға алмақ. Негізі жеке концерт беру жоспарда болды, қанша рет айтылды. Бірақ өзімнің бақытыма орай, өзім қуанышыма орай мен тұрмысқа шығып, ол жоспар кішкене шеттетілді, басқа мүмкін күзде. Ендеше айтылған уәделеріңіздің жүзеге асқанын тілейміз, және де асыға күтеміз.